күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мамандыққа бағытталған бүгінгі подкастымыз. Біздің бүгінгі подкастымыздың ерекше маманы біздің мектебіміздің медбикесі Исанғалиева Алтынгүл Айғалиевна. Подкастымызға қош келдіңіз. Енді мен ең бірінші сұрағым, осы мамандыққа қалай таңдадыңыз? Осы мамандыққа қалай таңдадыңыз? Қайырлы күн. Мен осы мамандыққа өзім мектеп кезімнен бастап өзімнің ағам болды, дәрігер. Сол кісіге өте қатты қызығатынмын. Сол кісінің жолын қуамын деп осылай медицина саласына келдім. Медицина саласына өте қатты қызығатынмын. Екінші сұрағым, сіздің осы жұмыс күніңіз қалай өтеді? Ең біріншіден мен осы мектеп медбикесі болғандықтан, ең бірінші таңертең жұмысыма келгендіктен, ең бірінші бізде жұмыс кабинеттің ағымды жууынан басталады. Кабинетімізді, яғни влажный уборкадан басталады ең бірінші. Содан кейін осылай өзімнің жұмысыма кірісем, күнделікті журналдарымды толтырам, кварц қосылады, желдету жұмысы басталады. Одан кейін оқушыларымды күтіп отырамын. Олай оқушыларыммен жұмыстанып, кешкі жұмыс уақытына дейін болады. Және ең соңғы сұрағым, егер де өткен шаққа оралатын болсақ, сіз осы мамандықты қайта таңдар едіңіз бе? Иә, мен өте қатты медицина саласын жақсы көремін, сол үшін де қатты қызығам, сол үшін де қайтадан таңдар едім. Сізге көп рахмет, осы бүгінгі подкастымызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, өз уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Сізге де рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Сау болыңыз.